алғыс айттық. Тамаша. Енді қасыңыздағы әріптесіңізбен мен шынымды айтсам бірінші рет көріп танысып отырмын. Өзі Астанаға келген соңғы 6-7 жылдың ішіндегі осындағы талантты артистерімізбен, өнерпаздарымызбен осындай эфир кезінде танысып қалып жатамыз. Өздеріңізден қазір қонақ кәде сұраймыз, содан кейін Айгүлдің бөлек домбырасымен қонақ кәдесі ол бөлек болады. Қазір дуэт қой деймін сіздерде, я? Бүгін енді мынау керемет алғыс айту күніне біздің сиясы әлі кеппеген, еш жерге жарияланбаған, ешкім әлі тыңдамаған бір жаңа әнімізді алып келіп отырмыз. Бұл ауылға сағыныш деп аталады. Барша ауылдағы тыңдармандарымызға, барша ауылдағы туған туысқандарымызға, барша ауылдағы қазақ халқына біз алғыс айта отырып, осы ауылға сағыныш деген әнді айтқымыз келіп тұр. Шерікбай өзгеріс деген азамат өте жиі емес, өте сирек кездесетін дауысы иесі, өзіміздің шәкіртіміз. Екеуміз осы бір ұсыныс түсіп, бір-бірімізге осы бір әнді дуэтте орындайықшы деген ұсыныс болып, соны жазғанбыз. Жаңағындай бүгінгі мерекеге өте дайын болып, соған біз қуанып тұрмыз. Оңырым басынан келіп тұр. Жақсы тыңдаймыз. Аңқыған белім, шаттықтан күйе шалқыған дүрім. Көркіңнен солу айналдым елім, шелегін жасыл жайған гүлдерім. Қайдасың, қайда сайран күндерім, мақпалы түндерім, сағындым сені ауылым менің. Бабадан қалған бағзы мекенім, өзіңе мәңгі тағзым етемін.
тамаша ән ауылға сағыныш деп аталады ғой, иә? Айгүл Қосанова орындайды, және де Өзгеріс Шерікбай осы қазақ радиосында жанды дауыста шырқап жатыр. Бүгін бізде жалпы шырқалған әндердің 90% жанды дауыста болды. Және де осылай студиямызға келіп жанды дауыста ән шырқап жатқандарыңыз үшін мың алғыс дейміз.